Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Искакова Сәуле Сындыбаевна. Менің педагогиялық жұмыс тәжірибем 25 жыл. Оның ішінде мектепке дейін салада тәрбиеші жұмысын атқардым. Дене шынықтыру нұсқаушысы 12 жыл, дене шынықтыру пән мұғалімі 3 жыл. Ерекше қажеттілігі бар балалармен инновациялық топтарда 9 жыл жұмыс атқардым. 2014 жылы дене шынықтыру нұсқаушысы бойынша бірінші санат берілді. 2019 жылы бірінші санатты растадым. Балқаш қаласының педагогикалық училищесін 1990 жылы тәрбиеші мамандығы бойынша бітірдім. Алматы қаласының Қазақстан спорт және туризм академиясын дене шынықтыру және спорт бакалавриат мамандығы 2013 жылы аяқтадым. Менің ұстанымым: 5 нәрсеге асық бол: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой. 5 асыл іс, көнсеңіз. 2016 жылы Астана қаласының Алау аренасында инклюзивті балаларға арналған республикалық Special Olympics сайысына балалар қатысты. 2020 жылы қаңтар айында футбол сабағы сынақтан өткізу бойынша облыстық семинарға қатыстым. Ойын техникасын түсіндіріп, әртүрлі әдіс тәсілдерін үйретіп алған пайдаланған ойынды берген білімізді олар ойында пайдалану. Ол менің мақсатым, міндеттерім. Ал енді күтілген нәтижесі ары қарай осы қойған мақсатты арттыру. Ол менің мақсатым. Енді бізге қысқаша айта кетейін. Міне бүгінгі таңда әсіресе онлайн форматтан кейін оқушылар келгенде денсаулықтары әрине нашарлай кетті. Бірінші қыркүйек сабаққа келгенде балалар өкінішке орай доптан қорқатын болды, жаттығу жасай алмайды. Көбі жай жаттығуды жасай алмай қалды. Оған қарағанда 5-ші сыныпта алдық қой. Мына оқушыларны 5-ші сыныптан алып келе жатыр. Енді 3-ші жылға кетті, сондай нәтиже қандай болыпты? Зерттеген кезде облыстық жарыс баскетбол ойыннан 2019 жылы 5-ші сыныптар оқушылар арасында 4-ші орынға ие болды.